Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау. Мәтіналды жұмыс. Бірінші тапсырма. Суреттен кімдерді көріп тұрсыз? Суреттердің сабаққа қандай қатысы бар? Оқушылар сұраққа толық жауап бере алса, 1 балл. Мәтінмен жұмыс. Екінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Оқушылар сілтеме арқылы мәтінді мұқият тыңдайды. Үшінші тапсырма. Мәтінде жауабы бар нұсқаны белгілеңіз. Парламент Ақмола қаласын Астана деп ауыстыру туралы ұсынысты қашан қабылдады? Кімдер Астананы өзінің туған қаласы санайды? Қазақстанның жаңа астанасын құру қандай еңбек? Осы сұрақтардың жауабы мәтінде бар. Егер оқушы жауабы бар нұсқаны дұрыс таба алса, 1 балл. Төртінші тапсырма. Мәтіндегі термин сөздерді теріп жазып, мағынасын анықтаңыз. Оқушылар мәтіннен термин сөздерді табады және ол сөздердің мағынасын анықтайды. Егер термин сөздерді теріп жазалса, 1 балл, мағынасын дұрыс анықтай алса, 1 балл. Және өз жауаптарын дұрыс жауап нұсқасымен тексереді. Бесінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті үстеулерді қойып жазыңыз. Қажетті үстеулер: бүгін, кеше, қазір. Бүгін біздің төңірегімізде бейбітшілік белдеуі қалыптасты деп сеніммен айтуға болады. Кеше болмағанның бүгін болуы мүмкін, бірақ ана тіліне мән бермеушілік, оны құрметтемеу орны толмас олқылықтарға соқтыратыны сөзсіз. Қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ой бөлістім халқыммен» кітабынан. Егер оқушылар қажетті үстеулермен дұрыс толықтыра алса, 1 балл. Алтыншы тапсырма. Мәтінді оқыңыз, тілдік ерекшелігін талдаңыз. Оқушылар мәтінді оқиды және мәтіннің тілдік ерекшелігін талдай алса, 1 балл. Жетінші тапсырма. Мәтіндегі ақпаратты пайдаланып, диаграмманы толтырыңыз. Нұрсұлтан Назарбаев ірі әрі ықпалды саясаткер. Белгілі деңгейде қатал адам. Адал да әділ, ірі тұлға. Тәжірибелі, жедел шешім қабылдайды. Талантты әрі табанды басшы. Егер оқушы диаграмманы дұрыс толықтырса, 1 балл. Мәтін соңы жұмыс. 8-ші тапсырма. Жағдаяттық тапсырма. Жағдаят. Ертең мектепте тұңғыш президент күніне арналған кеш болады. Берілген сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияны дұрыс анықтап, кештің хабарландыруын дайындаңыз. Қажетті сөздер: тамашалаймыз, оқушылар, жалғасады, ата-аналар, ұстаздар, ерен еңбегі, елбасы жазған еңбектер, ұйымдастырылады, басталады, мерекелік кеш. Егер оқушы мақсатты аудиторияны дұрыс анықтаса, 1 балл, берілген сөздерді орынды қолданса, 1 балл, хабарландыру жаза алса, 1 балл. Кері байланыс. Аяқталмаған 5 сөйлем әдісі. Оқушылар аяқталмаған 5 сөйлемді толықтырады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.